99% адамдармен жұмыс жасаймын, 1% бар. Бұл налыған адамдар. Өзің білме, білген тілін алмады. Сен бір жерге қарызға кірдің, кредитқа кірген кезде оны уайымдамашы. Сен соның артынан бір навык сатып аласың деймін да. Бір уақытта 3 машинадан кредит қалған ғой. Состояниесі жоғары адам өзі мен Құдайдан басқа ешкім керек жоқ екенін түсінеді. Ассалаумағалейкум, құрметті Тайыр Нұғман YouTube арнамыздың көрермендері. Бүгін сіздерге менің ойымша рубрикасы, және бүгін менде қонақта екі ханым бар. Бұл кісілер сұрақ қояды, мен сол сұрақтарға сіздерге ашып жауап беруге тырысатын боламыз. Сіздерден лайк, коммент қолдап кетсеңіздер, біз ары қарай жалғастырамыз. Состояние деген бірінші кезекте менің енді үнемі айтып жүрген тақырыптарымның бірі адамдарға состояние. Бірақ мен әлі күнге дейін состояниемда көптеген ақаулықтарды байқаймын. Түсіп кетеді. Өзін танумен тырысам, кейде сұрақтар қоямын қасымдағы адамдарға. Бүгін қандай жағдай менен болып тұр ма, или сырттан болып тұр ма деген сияқты факторларды. Ал енді состояниенің түсіп кетуіндегі ең бірінші нәрсе бұл адамның басындағы мышленияның салдары деп ойлаймын. Мысалға үздіксіз жылдар бойы жұмыс жасап, біз көп ақша табу үшін көп еңбек ету керек, қиын болу керек деген сценарий бар. Мен де сол сценариймен көп жүрдім. Көп түрлі кәсіптер жасап көрдім. Одан кейін бұл кәсіптердің артындағы тағы бір нәрсе, өзі көп еңбек етіп жүрген адамның ең үлкен қателігі, состояниесі төмен адам ғой енді, былай айтқанда. Состояниесі төмен адамның ең үлкен қателіктерінің бірі, бұл бәрін хаоспен жұмыс жасайды. Мысалға, табысы түсініксіз. Қанша ақша тауып жатыр, кеше қанша ақша тапты, өткен аптада қанша ақша тапты, осы айда қанша табыс таптың, әйтеуір оборот бар, ана жерден бір түседі, мына жерден бір түседі. Сол мына кәсіптегі ақшаны ана кредит жабады, ана ақшаны алып мына жаққа жұмсайды, мынандай бір шатасып жатады көп жағдайда өз состояниесі. Ал енді бұл состояниенің артында тұрған тағы бір зат бар, бұл энергия. Осы энергия, бірінші адам состояниесі құлаған кезде жай-жаймен энергиясы түсе бастайды. Сөйтіп көп біздегі қоғамдағы байқайтын зат, адамдар минус баланспен энергиясының өмір сүріп үйреніп қалған. Стресспен жүріп. Мен көбінесе айтамын, қолыңды қатты 1 минут қысып тұрсаң, өзі сезеді, қолың қан үйі бастайды. Жіберген кезде расслабление болады. Ал енді адамдар осы бүйтіп напряжениемен өмір сүріп үйреніп қалған әдеттен, енді оларда сәл расслабление болса, сәл демалса, адамдар қорқыныш, үрей, тревога басталады. Енді одан бөлек көп жағдайда адамдар, мысалы, маған келіп состояние, бір күн үзіліс, 2 күн үзіліс, серуенге шыққан кезде көп жағдайда адамдарда осы уақытқа дейінгі жиналып келген накопительный состояниені сразу шығады. Біреуде іші өтіп бастауы мүмкін, біреудің қотыр шығып кетуі мүмкін, біреудің бас ауруы мүмкін, біреу тағы. Ол, егер осы, мен керісінше айтамын, сен қазір шығып жатқанға қуан. Не үшін? Егер сен мына этаптан өтіп кетсең, бір Құдай біледі. Бұл вообще жаман ауруға дейін ұласып кетуі мүмкін еді, мысалға. Сенің қайта қазір тоқтатып жатқаның, қазір фиксировать етіп жатқаның, осы қазақта күшті сөз бар, мен соған өзім кейбір сөздердің мәнін ұқсақ, негізі жақсы да, наурыз мейрамы. Жіңішкенің үзілетін сәті дейді да. Түсінесіз ғой? Енді бұның екінші атауы бар. Күн жылайды дейді. Наурыз болғанда күн мен түн теңеседі дейді. Күн жылайды, қар ериді. Жіңішкенің үзілетін сәті. Жіңішке деген не? Бұл енді состояние деп алатын болсақ, қара күш болып қатты аязда, қақаған суықта шыдап келген заттардың барлығы үзіледі ғой. Үзіледі не үшін? Из-за того, что күн жылынды, жайбарақат бола бастады, көктемнің жәнегі лебі келе бастады деген кезде, ана өзі үзілейін деп тұрған зат үзіледі. Сондықтан бұл состояниені мен түсініп кеттім, ойбай 100-ден 100 деген сөз айта алмаймын, бірақ қазірдің өзінде мен бірінші кезекте айтамын адамдарға, состояниясы түсіп жүрген адамның өмірі өзі хаос болады. Екінші, хаос болғанда бұл безберекетсіздік, уайым. Таңнан кешке дейін ой, таңнан кешке дейін ақша тапқың келеді, таңнан кешке дейін жұмыс жасағың келеді. Одан кейін өзі осы ойда жүрген адамдар бағанақ минус баланста жүреді. Кім маған не береді екен деп? Кімнен мен не алып кетсем болады? Кім менің осы жұмысымды реттеп береді? Кім мені байытып жібереді? Кім арқылы байып кетсем болады деген. Ал енді мен керісінше айтамын, состояниесі жоғары адам
өзі мен Құдайдан басқа ешкім керек жоқ екенін түсінеді ғой. Оған ешкім керек жоқ, бірақ осы жерде бір қызық зат, в тот же момент оған бәрі керек. Пайдалану үшін емес, даму үшін. Алу үшін емес, беру үшін. Уже нелер өзгереді да. Сондықтан бұл состояние, ішкі хәл, кәсіпкер болсын, кез келген адамның состояниясы, ішкі хәлі жөнделмей, оның табысы, өміріндегі берекесі, фокусы, энергиясын жөнделу қиын. Состояние деген не екенін бір түсіндіріп алсақ, ішкі хәл, адамның бір ішкі хәлі, ішкі көңіл күйі, ішкі энергиясы деп алсақ болады. Мышлениесі деп алсақ болады состояние деген заттан. Состояние көтерудің өзі бір ингредиент формуласы бар дейікші. Мысалы, мен сатылым формуласы дегенде сату өнері кітапта айтам. Ниет қосылған әрекет көбейтілген махаббат. Бұл үлкен сатылымның формуласы. Ал енді состояниенің формула ретінде алатын болсақ, бұның ішіндегі негізгі ингредиенттардың бірі уақыт. Екінші негізгі шарттардың бірі бұл бұзылыс. Бұзылыс деген қалай? Мысалы, мен қазір өзім спортқа бара алмай жүрмін. Мен спортқа бару үшін маған бұзылыс керек миымда. Енді өзімді қинауым керек, өзім бір басындағы бір қарсылықтармен күресуім керек, өзім нәпсім жеңуім керек, шығын шығу керек, тренер табуым керек, залға баруым керек деген сияқты. Ал енді осы состояниесі төмен дегенде, қандай адаммен жұмыс жасамайсың дегенде, мен енді 99% адамдармен жұмыс жасаймын, 1% бар. Бұл налыған адамдар. Бұл Құдайға да налып жүретін, бұл әке-шешесінен алып жүретін, бұл өзінен алып жүретін адамдардан мен қашуға тырысам. Болады бұл адамдар жөндеуге, бірақ бұл адамдарға сен қанша жақсылық жасап, состояниесін көтеріп жатсаң да, бұл адамдар көрмейді ол жақсылықты. Өйткені Құдайдың бізге берген уәдесі бар ғой. Сендер өздеріңді өзгертпеймін, мен сендерді өзгертпеймін дейді. Құдайдың қасында мен кім? Құдайға налып жүрген адам адамға налмаймын. Сондықтан сондай халдегі адамдардан аулақ болуға тырысамын мен көп жағдайда. Ол адамдарға сен 10 рет жақсылық жасасаң да, бір рет дұрыс емес сөйлеп қалсаң бітті, ол сен ренжуге, саған жәнегі бір минусың тауып алуға дайын отырады да. Осындай адамдармен жұмыс жасауға тырысамын. Ақыл қоспау керек. Бітті. Айтқанды бір істеу керек. Мысалға, өзі спортқа барсаң да, білмеймін, ағылшын тілін оқысаң да, тез нәтиже алудың бір ғана жолы сен біреуді ұстаз ретінде тауып, сол ұстазға бойсұна сал. Өйткені біздің осы уақытқа дейінгі бір опытымыз бар ғой. Спорттан болсын, ағылшын тілінен болсын, математикадан болсын, көп жағдайда біз сол опытпен барамыз. И біз адамдар өзі ұстазға барғанда, немесе состояниеге қатысты, любой затқа қатысты болған кезде, ол көп адамдар мен өзгерем деп ауызбен айтқанмен, іштей маған ұнайтын зат берші деп барады. Ал ол тренердің, немесе ол бір ұстаздың өзінің методикасы бар. Оның миы сенетін. Бірақ оның миы сенетін методикаға сенің миың сенбеуі мүмкін. Осы жерде қайшы-қайшылық келеді. Осы жерде көп адамдар осы жерде көп уақыт жоғалтып алады. Мысалға, мен тұрақтылықтың күшіне сенемін. Мен бағанағы серуеннің күшіне сенемін. Мен өзімен жұмыстың күшіне сенемін. Бірақ көп адамдар осыны бір қарапайым зат, мысалы мен айтамын, таңда тұрғанда бірінші жұмысың бүгінгі күнін жоспарлаушы деймін. Бірінші жұмыс. Бұл өте маңызды. Күнге жоспар құру, айға жоспар құру, аптаға жоспар құру, кварталға жоспар құру. Мақсат қой бұл айтқан кезде. Бағытыңның болу. Бірақ адамдарға ол бір жай зат сияқты. Иә, мен жоспар құрамын дейді. Қашан десең, соңғы рет 2 жыл бұрын құрғанда ол. Соны как будто кеше істеген сияқты ойлап жүрді. Осы айдың жоспарын анализ жасадың ба деген сияқты. Сондықтан бұл жердегі ең бір жеңіл зат бір адамнан көшіре салу. Бір адамға шәкірт бола сал. Бір адамға бір очка бола сал. Ең жеңілді сол деймін. Өйткені қазақта бір жақсы жаман сөз бар негізі. Қарғыс қой, мен үнемі айтамын. Өзің білме, білген тілін алма дейді. Осы халде жүрген болсаң, бұл қауіпті да. Мен тыңдаймын адамдар. Мен естимін. Көп адамдар
адамдар тыңдайды бірақ естімейді. Мен адамдарға не керек екенін естіп үңіліп соны түсінуге тырысуды бастадым. Мысалы сол нәрсе маған адамдарға пайдалы болуға, мен өзімде көремін. Мысалы соңғы 3 жылдықта өзім бір анализ жасасам, мен жұмыс жасаған коучингтағы шәкірттерім, мен естіген адамдардың барлығында нәтиже күшті болған. Мен соны тереңірек кіруге тырысамын. Сұраймын, не түсіндің, сен менен не қалап тұрсың, қай жерінен көмек керек, айтшы деген сияқты. Сенің ойынша продажа деген не? Табыс па, кредит жабу ма, рекорд қою ма, қайсы ол сенің ойында табысың? Біз көбінесе адамдарды өзіміз сақты болуға тырыстырамыз. Мен айттым, заң осын істе деген сияқты. Жоқ, мен адамдардың өзінің керегін мендегі бармен ұштастыруға тырысамын. Өздерінің қажеттіліктеріне сай порциямен зат беруге тырысамын да. Біз көбінесе сен де тайыр бол дейміз ғой. Ол тайыр болуға, мысалы, мен өзімнің осы уақытқа дейін оқыған 100-ден аса кітаптарымды оқу керек ол. Менің өткен қателіктерімді жасау керек. Мен өмірімде өте көп қателік жасағам. Мысалға, осы бір 5 жыл, 7 жыл бұрынғы болған историямды айтайыншы. Бір уақытта 3 машинадан кредит қалған ғой. Мен кейін соны түсінген кезде не деген ми андай мен бесстрашный болғансың деп өзімнен қорқам ғой сол кездегі тайырдан ше. Бір уақытта 3 машинадан кредит қалу, еще андай жаман машина емес үшеуде. Почти үшеуде салоннан да. Анау ни в одном глазу мені напрягать етпеген ғой. Қазір мен ол тайырдан қорқам. Ол енді финансовый неграмотность, былай айтқан кезде, оның артында көп жатыр енді оны айтсам. Сол сияқты, бірақ енді осы жерде қызық бар да. Осы қателік мені финграмотность қалып келді. Көрдің ба? Мен соны сатып алдым осы қателікпен. Көп адамдар айтам, сен бір жерге қарызға кірдің, кредитқа кірген кезде оны уайымдамашы. Сен соның артынан бір навык сатып аласың деймін да. Ол саған бір навык береді, тәрбие береді. Мысалы, адамдар қарызға кіріп кеткеннен таңғы серуенге шығып кетеді. Мен айтамын, сен таңғы серуенді осы қарызбен сатып алдым деп ойлашы деймін да. Ал сен қарыз жабылады, ал мынау сен таңғы серуенге шығатын әдет өмір бақи болып қалады сенде. Сол сияқты мен де өте көп затты сатып алдым, қателестім. Кредит болсын, қарыз болсын, финансовый неграмотность болсын. Мен өзімдегі бір үлкен бір жобалардың ішіндегі бір қателігімді кейін түсіндім. Жобалардың ішіндегі бір жобаның ішіндегі қателігім, мысалы, мен өзім табиғатымнан шығыннан қорықпаймын. Бірақ енді шығыннан қорықпаймын дегенде ол өз деңгейімде мен де қорқатын жерім бар ғой. Мен елдерді де сөйтіп ойлайды. Кәсіпкерлер сондай, мысалы, сен табыс тауып жатсың ғой, болды, немеге қорқасың деймін да енді. Таппай жатып қорқу бөлек, тауып жатып қорқу бөлек қой. Ал мысалға 3 миллион тауып жүрген адамның 10 миллион теңгеге оборот өсіп кеткен кезде продажасын көп жағдайда қорқытып алатын құлатып алатын ең бірінші себеп мен түсінген соңғы уақытта. Бұл адам обороты 10 миллионға өскен кезде бұның шығыны 7 миллион болып кетеді. Ал 3 миллион теңге тауып жүрген мышлениядағы адамға 7 миллион шығын деген, ол ана 10 миллион табыс көрмей қалады болды. Оның көзі тек шығынды көреді да, мына 3 миллион жеп қояды ғой. Сөйтеді де не істейді? Ол мына шығынды 1,5-ға құлатады. Сол кезде табыс автоматом 3-ке құлайды ғой. Түсіндіңіз ба? Фокус шығында. Шығын. Өйткені табыс шығын сияқты адам фокусын алмайды ғой. Саған ақша минут сайын түсіп атуы мүмкін да. Мысалы айтайықшы, бір 20 рет табыс ақша түсіп, 1 рет счетыңдан түссе, ана шығынға точно жүрсің, мына қайда кетіп баратыр 50 мың теңгем деген сияқты ше. Сондықтан адамның шығыны адамды фокусын қатты алады. Енді мысалға, сіздің алдыңызға келген кәсіпкер, например, қарызда жүрсе, досайын тапап кетсе, командасы дұрыс болмаса, семьясы менде бәрі бірге кетеді ғой. Осы кезде кәсіпкерге бірінші беретін ең бір топ тапсырмаңыз. Сол бүткіл проблемалардың арасынан өзіңді ақтап ал деп кеңес беремін. Кінәлама. Түсің ғой? Жасадың, мойында, бір кінәлама. Мен мысалы өзімді айтам. Мен енді Құдайдың берген сыйы, атамның берген маған ең үлкен махаббаты да сол, мына самооценканың жоғары болуы да. Любой сәтсіздікте мен өзімді ақтап алып шығамын. Любой қателігімде. Командам болсын, отбасым болсын, ата-анам болсын, бауырларым болсын, достарым болсын.
бәрі табалап жатса да дайыр сен красавчиксің деймін бітті. Соны қателесейін басқа болайын, я бірақ анализ жасаймын, айтамын неге сен былай жасадың, неге мынаған істедің, давай біз осыны келсем өзіммен, давай келесі жолы қайталамайық, тырысайық, давай өзгеріске енгізіп көрейік, былай істеп көрейік деген сияқты. Ал бағана қарызға келген адамдар неге мен, неге менде, неге маған, неге менімен, неге бүйттім, неге сүйттім, неге алдым деген көп күтеді ғой. Керек емес, одан пайда жоқ оның. Неге деген сұрақтардан. Өзіңді ақтап алу шындыққа қашық емес пе? Өзіңді ақтап алу шындыққа қарамау ондай емес пе? Мысалы ақталған кезде, мысалы егер бір кәдесіз ақталған кезінде жауапкершілік ондай емес пе? Сондай? Жоқ, енді сен өзіңді ақтап алу үшін саған күш керек. Бірақ бұның артында мен тағы да айтамын, өзіңді ақтағанмен бөлек мойындау керек. Қателікті мойындау. Бірақ кінәлау емес. Қателігін мойындадың, бірақ кінәлау емес. Кінәлағаннан пайда жоқ. Қарыз алдым, неге кредит алдым, неге телефон алдым, неге үй алдым, неге машина алдым, неге ол ана бизнесқа салдым, неге оны залогқа қойдым, қайдан ғана жұмыс істедім, қайдан ғана мына партнермен бүйтпеуім керек деген ана уақытты көп алып кетеді. Хәл түсіп кетеді адамдар, состояниесі құлап кетеді осы жерде. Сондықтан енді бұған екінші зат бар, ойлану. Осындай хәлде жүрген адамдарға көп жағдайда қозғалыс керек қой. Жүру керек, біреулермен кездесу керек. Ал көп адамдар өзі бір қарыз қысқанда, бір ұрыс, жанжал, немесе бірдеме үйінде напрягать етіп жатқанда жалғыз қалып қалуға тырысады. Жалғыз шешім таба алмайсың. Ешкімді көргің келмейді, тамақ ішкің келмейді, ештеңеге зауқың жоқ деп. Жалғыз ана басыңда тұрған мынандай проблема, мынандай болып кетеді ғой бір сағаттан кейін. Енді бір күн жатсаң ол мынандай болады. Енді 2-3 күн жатсаң бар, вообще жүре алмай қаласың ғой. Сондықтан сен осы жерде бұзылыс жасауың керек. Әрекет. Дым жоқ болса да жүріп кетуге тырысу керек. Ал мен бір кәсіптен қиналып жүрген кездер болды. Сол кезде қалада Руми, Дала деген ресторандар болды ғой. Қалтамда көк тиын ақша жоқ болса, сол жаққа кетіп қалдым. Достарыммен кездесіп, ой алмасып, ақылдасып деген сияқты. Сол маған өте қатты көмектесті. Энергия аласың басқа адамдардан, наполняться етесің. Қазақта тағы бір күшті мақал бар. Кейде бір сөздің төркінін түсінсек, негізі бір жауаптар болады деп ойлаймын мен. Жомарттықтың қолын жоқшылық байлайды дейді. Қарызға кірген, жұмысы жүрмей жүрген адам андай интеллигентный қайыршы статусын өтіп кетеді ғой. Кім біреу маған берсе екен, маған көмектессе екен, мені түсінсеңдер, болмай жатыр ғой, көріп тұрсыңдар ғой, көмектесіп жүрмейсіңдер ма, бүйтпейсіңдер ма, сөйтпейсің. Жүрген жерінде сол әркімге өзінің халін түсіндіруге тырысып жүреді ол. Таксист қымбат алып қойса, неге сонша қымбаттатып жібергенсіңдер, мынау елімізде оңбайды, анау андай, мынау мындай, постоянно ана өзіне бір не күтіп тұрады да. Таксист. Ал енді осы адамдар наоборот бір жерде біреу таксист немесе магазиндегі адам шатас болған көбірек сдача берсе, бітті ғой ана. Бинго. Қуанып, мақтанышпен, кеше ана магазин маған 5 мың теңге артық берді, ақмақ. Деп ше, олжа деп ше, оны ше, біреудің ақысын жекеті олжа дейді ғой. Ол олжа емес, ол біреудің ақысын жекеті, біреу шатасты просто. А мен айтамын да, осы сен біреудің шатасқан ақысының артында оның бәлесі жатуы мүмкін. Сен бәлесін бірге алып кетуі мүмкін, білмейсің. Біреудің 5 теңгесімен бірге сен бәлесін алып кетуі мүмкін. Сондықтан ал сол 5 теңгені, условно, сіз маған 5 мың теңге артық беріп қойдыңыз, осы 5 мың теңгені Құдай бізге сынақтап беріп тұруы мүмкін. Осыны алмасақ, бұның артында 500 мың теңге бізді есіктің сыртында күтіп тұруы мүмкін. Сен өзіңнің 500 мың теңге олжаңды, условно жаңағы сөзбен, мына 5 мың теңге арбап алып кететін ақшаға айырбасып кеттің да. Сату ұят емес кітабы, бұл бірінші жағдайда бұл сатудың негізгі базасы кәсіпкерлерге арналған. Сатуын күшейте алмай жүрген адамдарға, мысалға скрипт, клиент тыңдау, офер беру, сату үшін итермелеу, әдемі сату. Кеше бір жақсы сөз естідім. Қымбат сатсаң да алдап сатпа деген. Мысалы сол сияқты
біздегі көп адамдар осы базаны шатастырады да. Енді бүгінде мен сіздерге айтып жатырмын ғой. Осы жалпы сату, клиент тану, офер, ұсыныс деген затты база түсіне салу үшін мына 5000 теңгеге сатып жатыр емес кітап жеткілікті. Егер адамның базасы дұрыс болса, бұл фундамент қой. Оны ары қарай жөндеу жеңілді. Оқырмандарым, біз командадағы кісілер, шәкірттеріммен челлендж жасап жатырық. Бұл кісілер 3 күнде осы сатып жатыр емес кітабын оқимын дейді. Давайте сіздер де осы кітапты оқысаңыздар, осы кітапты алған жандар, номер шығарып қоя салайын, не? Сіздерге осы челлендж аясында 1-2 сабақ тегін берейін. Және осы мына көріп тұрған номерға сатып жатыр емес кітабын алғым келеді, және Тайыр мырзамен бірге чатта болғым келеді деп жазсаңыздар, сіздерге толық ақпарат осы жақта береді. YouTube-тан деп жазыңыздар, сол челленджді бірге жасайық. Ол жақта Бақор ханым да болады, Айгерім ханым да болады. Сол жақта ойларымызбен бөлісетін боламыз. Менің ойымша рубрикасы, егер сіздердің ойларыңыздан өтсе, менің айтқан ақпаратым өтімді болса, ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, бөлісе кетіңіздер, және мені тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңғы YouTube-та байқап жүрмін, мен жүрегім ауырып жүрген тағы бір нәрсе бар. 4 подписчик менен отписка жасапты. YouTube-та менде үнемі плюс 10 подписчик 50-100 деп тұршы еді. Соңғы аптада қарасам минус 4 подписчик деп тұр ғой. Мен жүрегімді ауыртпаңыздар YouTube. Мен сіздерге барымыз салып, контент беріп, дайындалып, сіздерге ағымыздан жарылып жатырық. Сондықтан қолдап, таныстарыңызға айтып, мынаны жіберіп, мына Тайырға жазылып осы жерде бір дұрыс әңгіме айтады деп, егер бөлісіп кетсеңіздер, мен қуанып қаламын. Шын жүректен.